Алдағы апта UFC-дің кезекті нөмірлі турнирінде аса ауыр салмақтағы ең бір тарихи жекпе-жектердің бірі болмақ. Бұл Джонс Миочич әрине. Менің назарымнан бұл жекпе-жек тыс қалмады, сондықтан бұл айқас туралы сөз қозғағым келіп отыр. Бастамас бұрын, құрметті көрермен достар, айтып кетейін, жақын арадан бері менің серіктесім бұл Cambridge Academy ағылшын тілі мектебі, ағылшын тілі академиясы Алматы қаласында орналасқан, бірақ онлайнда оқуға болады, ағылшын тілін оқуға болады. Ол жерде түрлі балаларға арналған үйірмелер бар. Кез келген жастағы, кез келген мақсатта ағылшын тілін үйренуге болады. Қазір мен өзім де онлайн форматта ағылшын тілін үйрене бастадым, сондықтан сіздерге де кеңес беремін. Егер ағылшын тілі қажет болып жатса, өзіңіз үшін жалпы бір даму үшін ағылшын тілі керек болып жатса, онда Cambridge Академияге қош келдіңіздер. Сілтемелердің барлығын дәл осы видеоның астында қалдырам, қарап шығуларыңызға болады. Одан бөлек менің телеграм арнама, инстаграмыма қош келдіңіздер, сілтемелерін қалдырам. Әсіресе телеграмда мен ММА жайлы, жалпы спорт жайлы анда-санда бірдеңе жазып тұрам. Ал Джонс Миочичке келетін болсақ, жалпы ең алдымен бұл жекпе-жек жайлы айтып көрейік. Қандай маңыздылығы бар бұл жекпе-жектердің? Джонс кім, Миочич кім деген сияқты. Джонстан кешіңіздер, Миочичтен бастайық. Жас үлкен, 42 болған, сондықтан ақсақалдан бастаған дұрыс болатын шығар. Стипе Миочич бұл аса ауыр салмақта UFC тарихындағы титулды жекпе-жектерде ең көп жеңістері бар спортшы және ең көп рет титулын қорғаған спортшы. Сондықтан ұмытпағайсыздар. Енді жалпы алатын болсақ 4 рет, бірақ қатарынан 3 рет қорғау бұл негізінен UFC-де рекорд болып есептеледі. Аса ауыр салмақта негізі ең биік шыңында тұру өте қиын, оңай шаруа емес. Миочич осындай бір ерекшелігі бар, және былайша айтқанда по факту Нгануды UFC-де жеңе алған жалғыз ғана Миочич. Льюиспен болған жекпе-жек біреу көрген шығар, естерінде шығар. Былайша айтқанда дым жасамай Льюис Нгануды ұтып кеткен болатын. Ал по факту ұтқан Стипе Миочич мырза. Оған қоса Дэниел Кормиемен керемет бір трилогиясын қосыңыздар. Трилогия жалпы Кормие да енді UFC тарихындағы ең бір үздік атлеттердің бірі. Оған қарсы кім шығады? Джон Джонс мырза, кішігірім айта кететін болсақ, 8-ге жуық титулды қорғаған жартылай ауыр салмақта. Бұл да бір өзіндік рекорд. Жоғары салмаққа көтеріліп, келесі салмақта чемпион атанды. Жалпы міне осы салмаққа көтерілу жайлы айтатын болсақ, бұл бокста әсіресе, енді ММА әлдеқайда жас қой. Бокспен аналогия келтіретін болсақ, жалпы салмағын ауыстырып, басқа салмақта да жетістікке жеткен спортшы өте жоғары бағаланады. Яғни оның ертең карьерасын аяқтаған кезде, мұрасын зерттеген кезде қалдырған, артынан көбінесе дәл осы салмақ ауыстырды ма, қанша салмақ ауыстырды, ол салмақтарда қандай жетістіктерге қол жеткізді, сондай дүниелерге көп назар аударады. Бұл өте маңызды фактор, және Джонс міне аса ауыр салмаққа ауысып бірден чемпион болды. Енді өздеріңіз түсініп отырсыздар, 93 келіге дейін салмақ дәрежесінде қарсыластарының ешкімге дес бермеді, бір-екі қарсылас қана бар, жарайды, ол жайлы кейінірек сөйлесетін боламыз. Былайша айтқанда, енді Джонс шынымен де кейде мысалы Дана Уайт айтып жатады, ММА тарихындағы ең үздік атлет деп. Олай да болуы мүмкін, бірақ UFC-де өнер көрсетпеген талай атлеттер бар, бірақ енді бұл жерде Дана Уайт нағыз бизнесмен, маркетолог ретінде әрине ол UFC-де жүрген адамды ММА тарихында ең үздік атлет деп атайды. Бірақ шынымен де Джонстың енді кем дегенде Джонсты бір 5-ке кіргізуге болатын шығар. Жалпы қазір UFC ММА-да алып қарайтын болсақ, соңғы 30 жылда қарқынды ММА қалай дами бастады, 30 жылда өнер көрсеткен, аралас жекпе-жек түрлерінде өнер көрсеткен спортшыларды алатын болсақ, шынымен де Джонс кем дегенде 5-ке кіреді. Бұл өте бойына кәдімгідей Құдай берген бұл жігіттің таланты. Ондай бар шынымен де. Енді жетістіктерін айта кеттік. Енді дивизиондағы жағдайға келетін болсақ, дивизионда бірнеше бір қызық жағдай бар. Ол ең бірінші, бұл жігіттер шынымен де ең үздік атлетті анықтай ма ауыр салмақтағы деген сияқты. Өйткені Нгану UFC-ден жеңілмей кеткен адам, Нгану Миочичті нокаутқа жіберген адам,
Енді Нгану шынымен де бір бабының шарықтаған шағына жеткен кезде UFC-ден кеткен адам, иә. Өйткені Миочичпен бірінші жекпе-жекте қалай дегенмен әлі бір толыққанды бір қалыптаспаған атлет болып тұрғаны көрінді, иә. Техникасы жетіспеді. Ол Миочичпен алғашқы титулдық жекпе-жек кезінде алатын болсақ, Миочичпен ол кезде Нгану мысалы тек қана бір өзінің табиғи бір данный дейді ғой, көрсеткіштерінің арқасында ғана жеткен ол жерге. Бірақ екінші жекпе-жек кезінде оған дейін шынымен де өзгерді. Қазір мысалы PFL-ға жекпе-жегін қарасаңыздар, кәдімгідей техникасы бар. Сирил Ганға қарсы жекпе-жекті қарасаңыздар, Нгану шынымен де қазір техникасы бар, иә. Жай ғана бір дүлей күш емес, техникасы бар, кәдімгі әлемдік бір деңгейдегі атлетке айналғанын көрсетіп отыр. Сондықтан бұл жерде енді андай бір философиялық сұрақ туындауы мүмкін, иә. Шынымен де ауыр салмақтағы ең үздік спортшыларды анықтап отырмыз ба деген сияқты. Өйткені Джонс қаншама жыл төбелеспеді. Джонс Сирил Генге қарсы титулды алды да одан кейін жоқ болып кетті. Тек қана Миочичпен шығам деп қырсығып тұрып алды. Миочичтің соңғы рет төбелескеніне 3,5 жыл болды. Соңғы рет жеңіске жеткеніне 4,5 жыл болды. Сондықтан және екеуінің де жасы, біреуі міне 40-қа жақындап қалды, біреуі 40-тан асып кетті. Сондықтан бұл жерде енді андай легитим сұрақ туындауы мүмкін. Енді шынымен де біз үздік атлетті анықтап жатырмыз деген сияқты. Өйткені Том Аспиналл бар бізде оған қоса, иә. Мысалы Нгану жарайды кетіп қалды дейік. Өйткені Нгану Джонс ол менің ойымша Миочич Джонстан әлдеқайда жоғары жекпе-жек. Мына жақта бізге енді былай қарайтын болсаңыздар, жақсы боксы, жақсы партері бар, кәдімгідей әмбебап, жан-жақты дамыған Том Аспиналл бар, иә. Бабының кәдімгідей шарықтаған шағында жас қызып тұрған, көзінен от жалындап тұрған кезде Том Аспиналлды біз білмейміз, көрмейміз, иә. Яғни бұл жерде мен нені меңзеп отырмын? Бұл жас бизнес, бұл тек қана бизнес. Шынымен де бұл жекпе-жек бір 5 жыл бұрын болса, ой болар еді ол кезде, иә. Шынымен де біз мәссаған, мынау енді шынымен де сұмдық. Кезінде Тайсон мен Льюис төбелескен сияқты, иә, 90-шы жылдарда. Майвезер Пакьяо міне шамамен осындай деңгейде болар еді. Қазір, иә, бұл екеуінің атақ даңқының арқасында ғана бір қызығушылық болуы мүмкін. Былайша айтқанда, енді шыны керек, әсіресе Миочичке келетін болсақ, бұл пенсионерлердің жекпе-жегі былайша айтқанда. Міне былайша айтқанда енді бірінші бөлім осындай. Қорытындылап көргенде дивизион жағдайын қандай екенін түсіндіріп кетуге тырыстым. Ал енді жекпе-жек келетін болсақ, жекпе-жек қалай өрбуі мүмкін? Енді қайрадан артқа келейік. Әсіресе Миочич қаншама төбелескен жол, 4,5 жыл бұрын соңғы жеңіске жетті деп айттық. Ол Кармие 3,5 жыл бұрын титулынан айырылып қалған болатын. Қазіргі ММА-дің не екенін, төбелесудің қалай екенін ұмытып қалуы да әбден мүмкін. Осы шақта жас 40-тан асып кетті деп айттық. Сондықтан енді бұл жерде андай бір тот басып қалу деген түсінік бар, спортта. Заржавел деп айтып жатады ғой. Сол сияқты біраз тұрып қалғаннан кейін шынымен де әсіресе 40-тан аса бере өте қиын болады. Бұл өте үлкен фактор. Жарайды 1 жыл, жарайды әрі кетсе 2 жыл дейікші, бірақ енді 3,5 жыл дегеніміз, 4 жылға жақындап қалды, 3,5 жылдан асып кетті. Бұл енді сұмдық үлкен срок. Сондықтан бұл Миочичке қарсы ең басты факторлардың бірі. Енді сипаттама беріп көрейік, мен есіме түсірейін деп, әсіресе Миочичтің жекпе-жектерін көрмегелі қай заман. Бір-екі жекпе-жектерін қарап шығып, статистикасын қарап, өзімен былай қағазға түртіп алған бір-екі дүнием бар. Сол жаңа тұрып қалғаннан бөлек, бұл нокдаундарда бірнеше мәрте болған жекпе-жектер барысында. Және әсіресе Кармиеге қарсы жекпе-жектерде андай ауыр соққылардың жиынтығы көп. Ол яғни егер бір соққыдан құлап қалса жарайды, бірақ Фрэнсиске қарсы, Кармиеге қарсы өте ауыр көп соққылар өткізіп алған. Ал бұл соққылар жиналып барып, сондай бір эффект беруі мүмкін, яғни соққыны ұстау қабілеті. Енді бір жағынан алып қарасаң, Джонста бізде нокаутер емес, панчер емес, бір соққымен өлтіріп құлатып жатыр дегенді көрген жоқпыз, әсіресе ауыр салмаққа ауысып. Миочичтің одан тағы бір, енді біз 3,5 жыл бұрынғы Миочичті айтып отырмыз, қазір қандай күйде келетінін білмейміз. Шынымен де бәлкім жақсы дем алып келген шығар. Ал бірақ керісінше болып шығуы мүмкін, керісінше жас өзінікін алып, қазір бабы бұрынғыдай болмай шығуы да мүмкін. Бұрынғы Миочичті біз не көрдік? Миочич ең алдымен бізде бокс.
өте жақсы бокс, бірақ андай бір жақты атлет деуге келмейді. Миочич мырза шынымен де жан жақты атлет, негізі базасы күрестен бастап кейін боксқа келген. Әуесқой бокста да өнер көрсеткен жігіт. ММА-ге келетін болсақ, көбінесе қолмен соққыларға ден қойған, андай бір қысым көрсететін, өте бір агрессия көрсете алатын спортшы алаңның ішінде. Осындай бір ерекшелігі бар. Мен бұны не үшін айтып отырмын? Өйткені Джонсты алып қарайтын болсақ, Джонстың ең қиын, ең ауыр жекпе-жектері дәл осы боксшыларға қарсы, жақсы бокс тасалатын жігіттерге қарсы. Мысалы, Доминик Рейсті алыңыздар, ең бір күмәнді жекпе-жек. Тиаго Силва деуге болады, кішкене бокс арқылы біраз проблем жасаған. Сосын Александр Густавсонды ұмытпаңыздар. Густавсон әсіресе Миочичке ұқсас. Яғни осындай бір стилі Миочичке ұқсас жігіттер қиыншылықтарды тудыра алды. Джонс жайлы енді сипаттама беретін болсақ, Джонс бізде ең алдымен бұл IQ, сұмдық IQ, қарсыласты бар, әсіресе 1-2 минуттың ішінде жекпе-жектің зерттеп біліп алады да, одан кейін бейімделіп алып, сосын келіп іске кіріседі. Осындай бір ерекшелігі бар, қарсыласты жақсы зерттей алады. Одан кейін IQ-дан бөлек бұл былайша айтқанда жекпе-жекті жүргізудің лас мәнері. Джонстың жекпе-жектерін қарасаңыздар, ол жігіт не істейді? Ол көбінесе былай ауыз мұрынды қолмен жабады, көз шұқып алады, бүйтіп тұрып алатынын көрген шығарсыздар, бүйтіп саусағын созып тұрып алады, әдейі көз шұқып алуы мүмкін, торды ұстап алуы мүмкін. Ауыз мұрынды не үшін жабады? Ол тыныс тарылту үшін, дұрыс дем алуға кедергі болады да, деміңді бұзып жібереді, ал деміңді бұзсаң, онда тез өшіп қаласың деген сөз. Сондай лас элементтер көп та, және оны өте бір тиімді қолдана алатын атлеттердің бірі. Таза техникасына келетін болсақ, бұл енді шынымен де бір ММА-дің профессоры деуге келеді. Өйткені ударниктерді соққыға алып жықты, көбінесе айтады ғой, егер күресетін адам болса, онымен бокстасу керек, бокстасатын адам болса, онымен күресу керек. Джонс ондай қағиданы ұстанған жоқ. Джонс бізде Кармеге тейкдаун жасаған адам, Мачидан нокдаунға жіберген адам деген сияқты айта беруге болады. Яғни бұл шынымен де қарсыласты зерттеп біліп алып, қолдан барлығы да келеді. Көбінесе соңғы жекпе-жектерінде әсіресе көп күрес қолданбайды. Енді аса ауыр салмаққа ауысқанға дейін, Сайрел Гейнді енді 2 минуттың ішінде ғана бытшын шығарды, енді ол кезде түсінікті не үшін күрескен. Яғни бұл Джонстың тағы бір қасиеті, ұруға болатын жердің барлығымен ұрады. Керек десеңіз иықпен де, баспен де соққы салып жүретін жерлері бар, әсіресе былай баспен екке тіреп, торға тіреп жасаған кезде енді сұмдық. Джонс жасайтын дүниелерді ММА-де ешкім жасамайды. Міне, Джонстың стилі осы. Ең алдымен бұл IQ және лас ММА-мен осындай бір таза техниканы комбинирование, араластырып отыр. Осындай бір ерекшелігі бар спортшы. Және тейкдаун дефенс айта кетейік, жалпы Джонсты құлатқан спортшылар көп емес, 95% тейкдауннан қорғанады. По факту ММА-де ұтылмаған адам, өзінің бір ереже бұзуының арқасында ғана өз-өзінен жеңіліп жүрген адам. Әзірше Джонсты өзінен басқа ешкім жеңе алған жоқ. Енді Рейс жеңді деп айтуларыңыз мүмкін, кейбіреулеріңіз Густавсон кезінде бірінші жекпе-жекте жеңді деп айтуларыңыз мүмкін. Құқықтарыңыз бар, бірақ по факту Топологи, Шердок, ресми рекордта барлық жерде жеңіс тұр. Сондықтан біз де сонымен келісуге мәжбүрміз. Джонстың минустарына келетін болсақ, сол жаңағы айтқаным, бұл ең алдымен қысымға шыдай алмауы, өйткені Рейс пен Густавсон әсіресе бокспен, яғни қолмен жылдам қысымдардың шабуылдардың арқасында кәдімгідей жанын қинап жерді Джонстың. Миочич неге оны жасай алмайды мысалы? Миочич оны біледі, жап-жақсы бокстасады, тәп-тәуір бокстасады, сондықтан бұған ден қою мүмкін. Енді сайып келгенде, одан кейін, тұратыңыздар, қорытындыламай қойық. Сосын мынадай бір моментке назар аударыңыздар, бұл ауыр салмақтағы Джонстың кардиосы қандай болады? Өйткені 20 келіге жуық ет қосқан. Өздеріңіз білесіздер, денесі мынандай, аяқтары кішкентай. Ауыр салмақта әсіресе аяқтың маңызы зор. Ол кәдімгідей ауыр салмаққа енді
саналы түрде кезең-кезеңмен ауыр салмаққа дайындалған адам. Тағы да бұны бір дәлелдейтін фактор, мысалы қазір осы жекпе-жекке дайындалып жатқан спарринг партнерлерін айтып кетейін сіздерге. Бұл Джозеф Паркер. Джозеф Паркер бұл Жаңа Зеландияның жігіті, кезінде WBO-дан әлем чемпионы болған. Шынымен де топ. Аса ауыр салмақтың қазірдің өзінде топ. Сол спарринг партнер. Одан кейін қараңыздар, Гордон Райн, аса ауыр салмақтағы ең үздік грэплер, ADC-дің бірнеше чемпионы. Қазынағында кейін айтпақшы осыдан 1,5 жыл бұрын. Гейбл Стивенсон дегеніміз кезінде UFC-ге де келуі мүмкін еді. Бұл жігіттің Токио Олимпиадасының чемпионы, аса ауыр салмақта еркін күрестен 125 келіге дейін. Салмағын ұмыттым. Шамамен сол маңайда әйтеуір. 120-125 келі қазір еркін күрестің салмағы дәрежелерін ұмыттым. Қазір Гейбл Стивенсон жайлы айтатын болсақ, Гено Петрашвилиге қарсы Олимпиададағы белдесуін қарап шығуға кеңес беремін. Ана жер енді сұмдық, драма. Кәдімгі кинодағыдай 1 секунд қалғанда ұтып алады ғой. Жарайды. Енді мен не үшін айтып отырмын бұны? Қаншалықты андай бір кәсіби подход Джонста, толық барлық. Бір жағынан алып қарайтын болса, грэплинг пен күрестің мына жекпе-жекте Джонсқа керегі жоқ сияқты. Бірақ соның өзінде де бұған да бір игнор жасамай, Гордон Райн, Гейбл Стивенсонды алып келіп, әрбір жекпе-жектің бөлімінде үздіктерді алып келіп отыр. Міне, подход осындай, кардио күш жинау жағынан да жаттықтырушылары жақсы. Бірақ қалай дегенмен біз бір ғана жекпе-жегін көрдік Джонстың ауыр салмақта. Ол енді Сирил Ган Миочичқа қарағанда күресе алмайтын спортшы, бұны да білеміз. Және 5 раундта аса ауыр салмақта Джонс өзін қалай сезінеді. Аса шынымен де табиғи ауыр салмақ өкілі жақтан бір-екі рет қойып жерсе қалай болады деген сияқты сұрақтар туындайды. Және енді сайып келіп қорытындылайтын болсақ, мысалы Миочич Джонсқа бір бұрын соңды көрмеген ештеңе ұсына алмайды. По факту солай. Миочичтің басымдылығы бұл жылдам қолдар бокс болды, бұның барлығын Джонс көрген. Бұл қиыншылық тудыруы мүмкін, бірақ бұндайды көрген. Керемет бір күрес болмайды ол жерде. Керемет бір футворк, керемет бір аяқпен соққылар, тамаша бір грэплинг тіпті ол жерде көрмейміз. Яғни қай бір компонентті алып қарамасаңыздар да, Джонс барлық жерде плюс. Бұл жерде екі ғана бір не бар шығар, фактор Миочичке алып беретін. Бұл бірі лаки панч. Лаки панчқа сенудің қажет жоқ. Әрине әу баста мысалы Миочич стратегияны осылай құру керек деп есептеймін. Мен шамамен тек қана мерзімнен бұрын жеңісті көздеу керек. Қысым көрсетіп, әрдайым қолмен соққылар жасап шаршату. Және егер құламай жатса, 4-5 раундқа қарай ауыр салмақта 20 келідей салмақ қосқан Джонс өзін қалай сезінеді. Бұған дейін мысалы Миочичті біз көрдік. Бұл жігіттің жалпы кардиосына сұрақ жоқ. Кәдімгідей 5 раунд толықтай істей алады. Бірақ бұл 3-4 жыл бұрынғы Миочич. Егер қазір кардиосы сол деңгейде болса, қайтара алса, онда мысалы Нгannouмен жасаған тактикасы нәтиже беруі мүмкін. Яғни таза бір алдап, соққы жасап, тейкдаун жасап, сеткаға тіреп деген сияқты. Бұл жерде енді тейкдаун жасау екі талай, бірақ андай бір любительский бокстың мәнерінде пятнашка ойнап жүріп, Джонсты біраз қинауға болады. Әсіресе бірінші-екінші раундта. Яғни екі-ақ шанс, не ол барып қысым көрсетіп қайта бокспен мазалау, не болмаса керісінше өте сақ бастап 4-5 раундқа қарай алып шығып Джонсты шаршату. Бірақ бұл екі стратегияда 100% емес, өйткені нақты мысалы Джонстың функционалы дайындығы қандай деңгейде екеніне біз әлі де көзіміз жеткен жоқ. Екеуі де лотерея былайша айтқанда. Сондықтан бұл жекпе-жекте мен Джонсты фаворит көрем. Тіпті бір 3 раундтың төңірегінде Джонс мерзімнен бұрын жеңіске жетеді ме деген ой бар. Міне дәл осылай біз былайша айтқанда ең үздік аса ауыр салмақ тарихындағы ең үздік атлетті анықтайтын боламыз. Сіздер де қалмаңыздар, сіздер де жаза отырыңыздар бұл жекпе-жекке қатысты. Не ойларыңыз бар жалпы? Дивизион үшін, UFC тарихы үшін, MMA тарихы үшін бұл жекпе-жектің маңыздылығы, рөлі қандай деген сияқты тақырыптарды қозғай отырайық.